Сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетейік. Мен сендерге тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кетемін. Сендер сол тапсырмаларды дәптерлеріңе жазып алсаңдар болады. Уақыт туралы не білемін? Дыбыстардың үндесуі. Таңды іздеу. Бірінші тапсырма. Бір адам өз жұмысымен алыс сапарға аттанады. Қараңғы түсе бастағанда бір үйге жетіп қонуға рұқсат сұрайды. Үй иелері қонақты құшақ жая қарсы алады. Алайда олар кешкі тамақтан соң бір жаққа жинала бастайды. Мына қараңғы түнде қайда барасыздар деп сұрайды жолаушы. Біз таңды іздейміз дейді үй иесі. Олар қолдарына бір бос қап ұстап үйден шығады. Соңдарынан қонақта кетеді. Бірнеше сағат өткенде алаулап таң ата бастайды. Бір кезде әлгілер қаптарын ашып таңның жарығын қапқа салған сияқты қимыл жасап, артынша аузын буып кері қайтады. Олар үйге қайтып оралғанда таң да атады. Үй иелері қаптарының аузын ашып, оны сілкіп жібереді. Таңдана қараған жолаушыға: біз таңды алып келдік, өзіңізге айтып едік қой, дейді олар. Қайтар жолында әлгі қонақ инабатты үй иелеріне бір әтеш алып келеді. Бұл құстың аты әтеш. Ол бірінші шақырғаны таң әлі алыс дегені, екінші шақырғаны таңның жақындағаны, ал үшінші шақырғаны таң өзі аулаға кіріп келе жатады, дейді жолаушы. Сол кезде әтеш кукареку деп шақырып жібереді. Үй иелері оны қабылдап алып, жолаушыға алғыстарын айтады. Ертегі не туралы? Ертегі әтеш туралы. Ондағы негізгі ойды анықтау. Ондағы негізгі ой таңның атуы. Ертегі неліктен таңды іздеу деп аталған деп ойлайсың? Себебі бұрында адамдар әтештің шақырғаны арқылы таңның атқанын білетін болған. Қараңғы түн, таң сөздерінің мағынасын дереккөздерден біліп ал. Төмендегі суреттердің қайсысы ертегі мазмұнына сәйкес келеді деп ойлайсың? Және ойыңды дәлелде. Төмендегі суреттердің бірінші суретпен екінші сурет, үшінші суретпен бірінші сурет ертегіге сәйкес келеді деп ойлаймын. Себебі үшінші суретте күннің батуы, қараңғы түн берілген. Бірінші суретте күн шығып таң атып келе жатқаны берілген. Сол себепті бірінші мен үшінші сурет сәйкес келеді. Екінші тапсырма: жұмбақты оқып шешуін тап. Секунды жоқ тық-тық еткен, есесіне қыт-қыт еткен, қанаты бар, сағаты бар. Бұл сағат. Үшінші тапсырма: сөздерді оқып көшіріп жаз. Басшы, теңізші, түнгі, көкжиек, сөнбеді, жанбады, орынбасар. Бұл жерде көкжиек пен басшы сөзін алатын болсақ, сөздердің айтылуы мен жазылуын салыстыр. Сөздердің айтылуы мен жазылуы екі түрлі: басшы болып жазылады және басшы болып айтылады. Қатар тұрған дауыссыз дыбыстар бір-біріне әсер етіп айтылуы да өзгереді. Жауынгер, жауынгер, сенбі, сенбі. Төртінші тапсырма: тыйым сөздерді көшіріп жаз. Күн батар алдында ұйықтауға болмайды, өйткені бұл жаман ырымға саналады. Үйге кешке немесе түнде кеш жарық деп ену керек. Бұл жердегі тыйым сөздер: күн батар алдында ұйықтауға болмайды, өйткені бұл жаман ырымға саналады. Осымен балалар, 37-ші сабақ аяқталды. Түсінбеген тапсырмаларың болса, комментарияға жазып кетеміз. Мен сендерге келесі видеода міндетті түрде шығаратын боламын. Және де каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетейік.